айналады. Су шәйнекке құйғанда ол температурасы жоғары буш. Yani su pişiyor burada kaynağında ne çıkar? Aldaksın yani. Kilise de burası da yaşlı kedi. Bu ülkeşlerimiz hayata geçiyoruz. Ya. Ya. Cuma geldi. Cuma şarkısı var. Aytağı. Yasmin aytağı. Kalay aytağı. Ani Umar. Sudan gidiyor. Kuyun. Ini aytağı sudan. Ya, жақсы. Ендеше балалар, жақсы. Біз ары сабағымызды жалғастырайық. Өткен сабақты ескертсек болса, енді жаңа тақырыпқа көшеміз. Бұл бізде балалар, біз жаңа тақырыбымызды 4 сурет, 1 сөз әдісімен орындайтын боламыз. Яғни, осы тақырыпта суреттер төртін, сол суреттердің артында бір сұрақтар жазылған. Мен сіздерге оқимын. Сол сұрақтың жауабын айтасыздар, бүгінгі жаңа тақырыпқа байланысты. Осы сөздерден біздің бүгінгі жаңа тақырыптың сөздері жазылған. Осы бөлменің ішінде менің қай жерде екенін айтам, сіздер табатын боласыздар. Бірінші, біз немен демаламыз? Ауамен. Бірінші сұрақтың жауабының тақырыптың сөзі терезенің алдында. Абдуллин алып келіп отырсыз. Қандай сөз? Ауамен. Өте жақсы. Екінші сұрақ бізде бөлме қатты ысығанда нені желдетеміз? Нені ашамыз? Ол жақта не керек бізге? Ауа. Өте жақсы. Екінші сұрақтың балалар тақырыбымыздың сөзі парталардың астында. Партаның астында қояйық. Қандай сөз? Қандай. Үшінші, көзге көрінбейді, бірақ адам осы көңіл сүйе алмайды. Бұл не? Бұл не бізде арттағы сүрелерді түзетеміз тақырыбымыздың атауы. Алаш алып келе қойыңыз. Тұр қарай қойыңыз. Қандай сөз? Жақсы бала. Ендеше біздің бүгінгі тақырыбымыздың атауы қалай екен? Ауаның қандай қасиеттері бар? Бүгінгі сабағымыздың мақсаты балалар. Ауаны жүру үшін маңызын білетін боласыздар. Ауаның қасиеттерін білетін боласыздар. Адамның өміріндегі рөлін білетін боламыз. Жақсы ма? Ендеше біз ары қарай сабағымызды жалғастырайық. Бүгін біз ауа туралы өтеміз. Ауа дегеніміз бұл не? Біз ауамен өмір сүре аламыз ба? Жоқ. Ауасын өмір сүре алмайды екенбіз. Ауаны біз көзбен көре аламыз ба? Жоқ. Қолмен істей аламыз ба? Жоқ. Ендеше бүгін біз сабағымызда осы ауаға байланысты әртүрлі тәжірибелермен танысып, жеке жұмыстар жасайтын боламыз. Біз өз-өзімізді бүгін балалар оқушы бағалау парағымен бағалайсыздар. Бірінші тапсырма бізде топтық жұмыс. Топқа бірге қояйық. Бірінші топ, екінші топ, үшінші топ. Біз балалар топқа бөлінбейміз, әрқашан топқа бірге жұмыс істейтін боламыз. Бұл жерде сіздерге бірінші тапсырма бойынша дискретті айтамын. Бірінші тапсырма бойынша сіздер балалар тыңдаймыз. 3 балл алатын боласыздар. Оны қалай аламыз? Яғни бірінші ауаның қасиеттерін атайсыздар, тәжірибе жасайсыздар, және содан қорытынды шығарасыздар. Осы тапсырмада орындаған топқа топтың әрбір мүшесіне 3 балдар беріледі екен. Ендеше бірінші топ сіздерде не берілген? Атаулар аттай аласыздар? Бөтекке. Жақсы, енді не істейміз қазір? Ыстық суда осы бутылканы осы үлкен бутылка. Басқа топтар қараймыз.
Birinchi to'pning жұмысына. Не істеді балалар ауа? Ауа шар көтерілді. Иә, неге? Қандай суда ауа көтерілді? Ыстық суда. Ал енді біз бұны қазір Қандай суға? салқын суға салайық, да? Салқын оны. Сал сөйлетті. Не істеді? Төмендеп кетті, иә. Яғни бұдан біз қандай қорытынды жасасақ болады? Ауа ыстық суда не істейді екен? Көтеріледі. Иә. Жақсы, ал салқын суда ауа не істейді екен? Көтеріледі екен, өте жақсы. Ал екінші топ сіздерде не берілген? Және басқа Бөтелкелер, иә. Жақсы, сіздер мұз бөтелкелерге суды, тұзды құямыз. Суды құямыз, тұзды саламыз. Саламыз, иә. Ал сіздер жинаған ауаны құямыз, ауаны саламыз. Ал бұдан қандай не шықты, қорытынды шықты? Бұл тәжірибеде ауаны көремейміз, ауаның түсі жоқ, қолмен ұстаймыз. Ал бірақ басқа заттар не істедік біз? Басқа қолымызбен ұстай аламыз, Иә. Ал ауаны біз көзбен көре алмаймыз, қолмен ұстай алмайды екенбіз. Үшінші топ, сіздерге мен қазір майшам беретін боламын. Так, бұл майшамды біз қазір басқа топтар қараймыз. Екі майшамды да істедік. Ал енді істейміз оған. Иә, қараймыз. Енді бақылап қараймыз. Басқа топтар қараймыз. Не істеді? Иә, не себепті өшіп қалды? Иә, түсінтасыңдар. Ауасы екен. Ауа, осында бақылып жапқанда істеді, ұтыс жапқанда. Бұл жерде ауа жоқ болып кетті, иә. Яғни ауа болмағанда оттан істемейді екен. Жанбайды екен. Ал мына жерде не бар бізде кеңістікте? Ауа бар. От не істеп тұрды? Жанып тұрды, өте жақсы. Бұдан қорытынды қандай қорытынды шығарсақ болады? Иә, ауасыз? Иә, ауасыз өмір сүре алмайды екенбіз. Жақсы, барлық топтың тәжірибесі балалар толық дұрыс орындалды, иә. Ендеше бәрімізге 3 балдан қоямыз. Өте жақсы балалар, жарайсыздар. Ендеше осы тәжірибелерді жасап болсақ, енді тақтаға назар аударайық. Мен сіздерге начальник балаларға дейінгі технологияны ауа туралы біздің сабағын қысқаша түсіндірейін. Біз бала ауа біздің барлық жерде бар, иә? Барлық кеңістікте, барлық курстарда ауа болады. Мен сол ауаны мен жібердім. Қараңыздар. Енді бұл ауаға мен жылу беремін. Ауа не істеді? Ал енді мен бұл ауаны суытайын. Температураны төмен түсірдім, яғни салқын күйге. Ауа қалай қозғалды?
bola test taqsimlari 5 sıraqdan turadi. Sizlar to'liq javob bersangizlar 5 upaning barini olgan bo'lasizlar. Al, ular ko'rsatamiz. Al, qancha upay bilasizlar? Qo'sha bal beradi sizga. Atınızı yazarız. Test taqsimlari Bilginiz bala, aklınız bilginiz. Her bir şavukta bir bala istedik. Kaç istedim? Bu kadar buzluğa biraz bala. Biz bala. Sonuçta bu okuyun. Evet, tamam, bir seçim. Жақсы балалар, екі жұмыс бойынша тапсырмаларыңызды істеңіз. Осында. Ендеше ойын жасап, балаларды қойыңыздар ма, айтқан бойынша? Өзіңіз балаларға қойыңыздар ма? Енді бізде соңғы тапсырма бізде енді осы тақырыбымызды балалар, осы өмірдің байланысында жаңа сіздер айтасыздар. Ауаны қалай біз өзіміздің өмірімізге байланыстырып болады. Оны мен сіздерге рақ деген айтып беремін, яғни ой деп бөлеміз. Ой, бұл жерде ауаны артық оқушыларға не тіршілікке қажетпін деген тақырыпқа монолог жасырасыздар. Роль, яғни сіздер ауаны роль деп бересіздер, аудитория бізде бар, сіздер айтасыздар, формамыз бар, яғни формаға яғни өздеріңіз олардың монологтарын жазасыздар, тақырыбымыз мен тіршілікке қажетпін деп. Дәптер тыңдашайық, осы бойынша рақ әдісін ойнай ойыңыздар. Бұл тақырып бойынша балалар, бұл әдіс бойынша сіздер екі бал аласыздар. Дескрипторы ауаның жер үшін маңызын сөйлесіздер, ауаның адам өміріндегі рөлін әңгімелейтін боласыздар. Иә, сөйлеп жазамыз. Әкімізді ала боламыз, ауаның рөліне кіреміз. Болса, сұрағымызға жауап оқи қоямыз, иә? Кім болды? Кім оқиды? Ясмина, оқи қойыңыз. Орныңыздан тұрайық. Мен адамдарға алға біліп, сіздер мен болмасам, біліп аласыздар. Өзіңіздер де Ауасыз? несе алмайды. Өте жақсы. Келесі Мариям. Мен ауаның өмірі таза қолданыңыз. Мен олар қылсаңыз, мен сендерді ауыртып шығуым мүмкін. Мен кеспеспін, мені қолмен ұста алмайсыз. Мен ауаның өмірі болмасам, адамды өмір сүре алмайды. Жақсы, тағы да. Екі балдан қоя қойыңдар сіздерге. Мен ауаның енді балама тоқтап тастасам, мен өмірін сүре алмайсың. Жақсы. Тағы да айтыңыз. Мен ауаның мені жерде қоқысқа тастауға болмайды. Мен жермен өзімі тастасамдар, мен сендерді тазалау яғни. Өте жақсы да. Арнұр. Орныңыздан тұрайық. Мен ауаның ақтарда ұстайды. Өз адамдарға ауа береміз. Жақсы балалар. Енді осы оқыған балалар
сіздер дұрыс өрге кіре алдыңыздар, иә. Өзімізді бағалау парағына екі ұтарларыңызды қойыңыздар. Бүгінгі бастап өтеміз. Енді балалар, біз бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе. Сонымен біз бүгін қандай тақырыппен таныстық? Ауа. Ауаның қасиеттері